Алматыға іссапармен жиі келіп тұратын досымның айтқан әңгімесі. Алғашында сенгім келмеген, бірақ нан ұрсын, құран ұрсын деген соң сенбеске болмады. Былай деді қысқасы: өзің білесің ғой, мен Алматыға жиі келіп тұрамын. Фирмаларға аудиторлық тексерістер жасаймын. Бұл сондай бір тексерістен кейін болған оқиға, деп бастады досым әңгімесін. 3 адамбыз. Үлкен компанияға аудиторлық тексеріспен келдік. Басшысы жылпостау екен. Құрақ ұшып қарсы алды. Ішім жеміміз солардың мойнында. 2 күн өтпей жатып ақ, шаршаған шығарсыздар, жұмыстан кейін жуынып шайынып алыңыздар деп саунаға шақырды. Қарсы болмадық. Мұндайды талай көргенбіз. Парға кіріп, бассейнге шомылып, алдымызға қойылған ас судан дәм татып, көңіл жайлана бергенде, сопаң етіп 3 қыз келді. Компания басшысы оларды қарсы алып, бізге таныстырып жатыр. Байқаймын, бұл қыздармен бұрыннан таныс біліс сияқты. Жігіттер, шаршап жүрсіздер ғой, мына қарындастармен көңіл көтеріңдер, әдейі шақырдым деді. Саунадағы отырысымыз қызып сала берді. Жасыратын несі бар? Арнайы шақырылған қыздар ғой, өз істерінің маман екен. Көшенің жезекшелеріне келмейді. Киім киістері, сөздері дұрыс. Артынан компания басшысы өзі айтты: тексерушілерді осылай демалдырып қоя береміз. Мұндай әдемі қыздарды қойнына салған соң, қандай тексеруші болмасын, бізге оң көзбен қарайды. Ол қыздар тәп-тәуір жерде жұмыс істейді, бірақ ара-тұра біздің заказды орындайды. Ол үшін қалталарына ақша саламыз, деді күліп. Дұрыс екен дестік. 1 апта өте шықты. Қайтарға 1 күн қалғанда дүкен аралауға шыққанмын. Балаларым алдымнан шыққанда қолына ұстата қояйын деп ұсақ түйек алдым. Дүкеннен шыға беріп едім. О, жолдас аға, қайдан жүрсіз деп бір танысым кездесе кетті. Бір ауылдың жігіті. Менен 10 шақты жас кіші. Жағдайымды айттым. Жүріңіз аға, күнде кездесіп жатқан жоқпыз. Дәм татыңыз. Бір ауылдың баласымыз ғой деп өтініп болмаған соң адресін алып, жұмыстан кейін сонда бардым. Есікті ашып, інішектің өзі қарсы алды. Алдымнан жүгіріп шыққан ұлына ала келген ойыншығымды ұстаттым. Аяғымды шешіп, залға өте беріп едім. Әйелі шықты. Оны көріп, шалқамнан түсе жаздадым. Біртүрлі болып кеттім. Не сәлемдесерімді, не кері бұрылып кетерімді білмедім. Алдымда кім тұр дейсіздер ғой? Өткенде саунаға бізді обслуживать еткен қыздың бірі тұр. Сабина, мынау жолдас деген ағаң, біздің ауылдың азаматы деп інішегім мені таныстырып жатыр. Ол мені көріп сасып қалды. Қып-қызыл болып кетті. Залға, дастарханға кіре беріңіздер деп ас үйге қашты. Ол үйден шай емес, зәр ішкендей болдым. Сабина төмен қарап қызараңдап отыр. Інішек мәз. Бізді осы келініңіз асырап отыр. Жақсы жерде жұмыс істейді, табысы тәуір деп қояды. Ішімнен, әр еркектің қойнына бір жатып жүрсе, әрине табысы тәуір деп мен отырдым. Сол саунада Сабина мені қосқанда 3 еркекке кезек-кезек обслуживать етіп еді. Сіздер секілді азаматтар жиі келіп тұрса, бізге жақсы. Компания басшысы бізді шақырады, жақсы ақша береді. Ал біздің жұмыс саунада келген азаматтардың құмарын қандыру деп менің қойнымда жатып, біраз сырын ақтарып еді. Сол Сабина енді қызараңдап төмен қарап отыр. Інішекті аядым. Ол жарым деп, ақша тауып жүр деп мәз. Ал әйелінің ана жақта не істеп жүргенін білем екен. Әттең. Сылтау айтып, үйден тез кетуге асықтым. Бүгін осында қонып кетіңіз дегеніне қарамадым. Бұл Астанадағы бір үлкен компанияда аудитор болып жұмыс істейтін досымның әңгімесі. Айтқан әңгімесінің өзегінде
қоғамдағы үлкен шындық жатқаны анық. Өйткені бүгінгі күні сырттан келетін қонаққа қыз салу жазылмаған шындыққа айналғаны қашан. Бұл соның бірі ғана.